полигонның жабылу туралы әңгімені мен мынау Рақымжан Қошқарбаевтың ерлігімен, сол ерлігін паш етуіменен салыстырам. Ал 2,5 есе ядролық дүмпуді қазақтың сондай күшіменен қазақтың жерінде жасау нағыз жауыздық. Әңгімелер бар ғой, басында жарлық жаңа халықтың ашуын басу үшін ғана дайындалды деген секілді. Бұл қаңқу сөздер қаншалықты рас? 1991 жылдың 29 тамыз күні Алматы қаласы дүрлігіп жатты. Сәлем достар, эфирде Адал толк. Бүгінгі бағдарламада біз елдің қасіретіне айналған Семей полигоны жайлы әңгіме қозғамақпыз. Жалпы Семей полигоны қалай жабылды, оның жарлығы қандай жағдайда пайда болды? Осы жайында бүгін бізде экономика ғылымдарының докторы, профессор Атамұрат Шаменов айтып бермек. Атамұрат мырза, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіздер. Атамұрат аға, білуімше Семей полигонының жабылуына өзіңіз тікелей атсалысқан жандардың бірісіз. Сол кезеңдерді еске ала отырып, жалпы Семей полигонын жабу жайлы жарлық қалай шықты? Осы жайында осы төңірегінде айтып берсеңіз. Енді ядролық полигонның қасіретін ел біледі, ол жөнінде көптеген жазулар болды деген сияқты. Бірақ енді мына өз басым сол полигонның жабылуына тікелей қатысы бар адам есебінде жыл сайын мұны ағыс айында осы 29 тамызда газет беттерін басқаларын қарап отыратын болатынмын. Сол уақытта әркім өзіне тартып, осы полигонды ол жас жапты, осы полигондана Семейдің бірінші қатысшысы кешірім Бостаев жапты деген сияқты сондай әңгімелерді өдететіндер көп болды. Соған байланысты мен кейін ойладым, осы шындықты айту керек қой. Айту керек қой, халық білу керек қалай жабылған. Бір қозғалыстың жаңағы қызметіменен, бір адамның орталыққа хат жазуымен ондай ядролық полигондар жабылмайды. Мұның жабылатын тәртібі бар, орны бар деген сияқты. Осыны халыққа бір түсіндіруім қажет ау деп жүргенмін. Соның енді реті келіпте қалған сияқты. Енді 1,5 жыл деген сияқты бұл мәселені әр баспасөзде ертеректе былай бір-екі рет айтылды, бірақ толық әлі айтылған жоқ. Неге кеш әңгіме қозғалып отыр деген әңгіме. Кейде осы полигонның жабылу туралы әңгімені мен мынау Рақымжан Қошқарбаевтың ерлігімен, сол ерлігін паш етуіменен салыстырам. Өйткені Рақымжан Қошқарбаев сол 45 жылы Рейхстагқа ту тіккен адам болып бүгін Қазақстан біледі ғой. Ал енді соны сол ту тіге салысымен сол жылдардан бастап қазақ елде үкімет білген емес, ел білген емес. Оны ол кісі өзі 60 жылдарға жақындағанда. Сосын онан кейін 78-дің аяғы 70 жылдары ол кісі өзі айта бастады. Рейхстагқа ту тіккен адам мен. Ал енді ол ту тікті деп жаңағы официально мына ресми жерлерді айтып жүрген кісілер емес. Бірінші біз қададық деп шындықты өзі айта бастады. Өзі жайлы шындықты айтып шықты. Өзі жайлы шындықты өзі айта бастады. Сондықтан да мен мына полигонның жабылуын ол Рейхстагқа ту тіккен ерлікке былай балағым кеп отырған жоқ. Бірақ сондай шындықты адамның өзі айтпаса, көпшілік халық білмей қалады екен. Жабылу күйінде қалай бермейді? Жабылу күйінде жабылады, халық білмейді деген сияқты. Соны енді әркім өзіне тартып, мен жаптым, мен жасадым деген сияқты жақсы істің, бітер істің басына деген сияқты жиналатындар көп қой өзі. Бәрі мен жасадым деп. Сондықтан да осы мәселені былай мен айтқым келіп отыр. Жалпы әлемде ірі мына 11 полигон жұмыс жасаған. Оның екеуі Ресейде, екеуі мына Америкада, сосын Франция, Қытай деген сияқты елдерде. Ал енді бұл ірілері. Ал енді майда сондай сынақ өткізетін, басқа өтетін нәрселердің барға ол ондаған. Тіпті 100-ге таяу деп айтуға болады. Әлемде бар. Бірақ соның ең ірілерінің бірі қасіретті көп әкелген нәрсе осы Семейдің ядролық полигоны. Ол сол 49 жылдан бастап сол 40 жыл бойы мына ауада, жер астында жарылған барлық ядролық жарылыстардың күші
күші. Хиросима мен Нагасакиге түскен ядролық бомбадан 2,5 мың есе 2,5 мың есе мықты болған. Осы сөзді былай бір жай сөз сияқты. Айналайын ау, жарылыс 2 есе, 3 есе, 10 есе қуатты болғанның өзі де мысалы масқара емес па? Ал 2,5 мың есе ядролық дүмпуді қазақтың сондай күшіменен қазақтың жерінде жасау нағыз жауыздық. Кеңес дәуірінің Қазақстан еліне, қазақ жеріне жасаған ең бір қасіреті мен зұлымдылығының геноцид деп қабылдай аламыз ба? биіктігін айтуға болады. Енді бүкіл қазақ халқына геноцид деп айта алмаймыз. Бірақ сол жерде 2,5 миллион халық зардап шеккен. Мысалы, білдіңіз ба? Сол ядролық қарудан. Сондықтан ол бір сондай белгілі аумақта, бір белгілі сол жерлерде геноцид жасады деп айтуға болады. Жалпы Семей полигонын жабу жайлы жарлық қалай пайда болды? Ол білеміз ғой, ол бір күнде, 2 күнде шыға салған жоқ қой. Оған біраз еңбек жасалды, ол үшін біраз тер төгілді. Қаншама адам атсалысты. Соның басы-қасында өзіңіз де жүрдіңіз. Осы жарлықтың шығуы, ол жарлықтың күшіне енуі қалай жүзеге асты? Сондай-ақ әңгімелер бар ғой, басында жарлық жаңа халықтың ашуын басу үшін ғана дайындалды деген секілді. Бұл қаңқу сөздер қаншалықты рас? Жалпы мынау полигонды жабу туралы әңгіме ол сол жылдар ғана шыққан жоқ. Мен сізге тереңдегі тарихын айтатын болсам, 59 жылдары Семейде сол облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы болған Сужиков деген кісі болған. Сол кісі сол уақытта Хрущевқа хат жазып, мынау полигон өте зиян, бұл полигонды жабу керек деп сол кезде ұсыныс берді. Онан кейінгі уақыттарда қоғамдық қозғалыстар болды, Невада Семей қозғалысы болды. Басқа мен осы мәселені соңғы жылдары былай зерттеп кішкене тереңірек қарадым. Енді бұрын енді атүсті бұл мәселемен айналысқан болғанмын, көп нәрсе ұмытылды деген сияқты. Ол тек Семей Невада қозғалысы ғана емес, қаншама қоғамдық ұйымдар, қаншама жерлерден, қаншама мынау мектептерден, басқа жерлерден сияқты үкіметтің атына басқа жерлерге зары жылаған халықтың дауысы естіліп жатқан. Полигон зиян, полигон жабу керек деген үн, деген үдей болды. Ал енді мен сол 90-91 жылдары мен мынау президент әкімшілігі мен министрлер кабинетінің қосылған аппараты болған. Соның ішіндегі экология бөлімін басқардым. Сондықтан полигонның мәселесінің барлығы, ол туралы жазылған хаттары, ол туралы көтерілген мәселелердің бәрі менің қолымнан өтті деп айтуға болады. Сол кезде халықтың үнін ескере отырып, 1991 жылдың март айында президент әкімшілігінен біздің басшылардың қол қойған КСРО президенті Горбачевтың жарлығының жобасын дайындадық. Полигон жабылсын, мынау халыққа өтемақы берілсін, осында көптеген зиян нәрселер тоқталсын деген сондай жарлықтың жобасын дайындап біз Мәскеуге жібердік. Март айында. Енді мынау тәртіп бойынша орталықтан болсын, Қазақстанның енді мемлекеттік қызметін жұмыс жасаған адамдар біледі, бір айдың ішінде саған жауап келу керек. Не я, не жоқ деген сияқты. Ал енді сол жіберген хатымызға ешқандай жауапсыз, ағысайына дейін тіпті ешқандай ишарат болған жоқ. Қаралып жатыр, басқаға батыр деген сияқты. Ал енді бұл енді осы полигонның тап жабылу тарихына келетін болсақ, 1991 жылдың 29 тамыз күні Алматы қаласы дүрлігіп жатты. О кезде Невада Семей қозғалысының нағыз өзінің эпогейіне келіп, осы күш алып деген сияқты барлық жерді қозғап дүрлігіп жатқан уақыты. Сонда хабар келді, мынау ғылым академиясының алдындағы алаңға сол жерге рұқсат берілген, сол жерде халықтың наразылығы бойынша халық жиналады деген. Енді президент аппаратында біз ондайдың бәрін естіп отырамыз ғой. Соны естіп отырғаннан кейін біз енді мынау тек өз мәселеміздің төңірегінде ана қарап отыру емес, біз әр уақытта тереңірек қарайтынбыз. Сонда ойладық, мынау халық жиналып жатқанда
бұл ертең шектен шығып кетіп, ол кезде экономикалық мәселелер қиын, одақ қалай болады деген нәрселер көтеріліп жатыр. Бұл экологиялық проблема саяси мәселеге ауысып кетіп, халық тіпті көтеріліп кете ме деген былай қорқыныш ой болды. Соны отырып алып, біз менің де бөлім басшысы есебінде менің тапсырмаменен сол жарлықты дайындауды қолға алдық. И сол күні 2 парақ қағаз қой, соны жазып тастадық. Бірақ енді ол жарлықты өз жолыменен жүргізіп, полигон жабу туралы біздің ойымызда болған жоқ, өйткені ондай жарлық бір күннің ішінде жасалмайды. Әрбір қаулы болсын, басқа болатын болсын, министрлік пен ведомстволардың барлығына таратады. Қорғаныс министрлігіне беру керек, басқа қылу керек деген сияқты. Солардың барлық келісімін алу керек. Президент аппаратындағы бөлімдердің бәрін айналып шығу керек деген сияқты. Оған кемі 1 ай жұмыс керек. Ең бастысы ол біздің жабатынымызды одақпен келісу керек. Енді соның бәріне қарамастан біз енді оның бәрін білдік. Мына жарлықтың заңсыздау дайындалып жатқанын. Өйткені кеңес дәуірі, кеңес одағы ол кезде бар болды ғой. СССР президенті бар, 91-ші. Оның алдында ғана 20 августта путч болды. Августтың путч, августтық путч дейді ғой енді, тамыздағы путч. Кеңес дәуірінің басшылары үйқамақта болып, сондай бір жағдай болды ғой. Бұл дағдарыстың, мына ең биік дағдарыстың бір кәдімгі, қалай айтсам екен, мына шок дейді ғой, шок. Сол сияқты естерін білмей қалған бір дағдарыс болып қалды ғой. Сол уақытта осы указ, сол жарлық дәл сол уақытта дайындалып кетті. Ал бұл жарлықты дайындап күшіне енгізу барысында сіздерге кедергі келтірген жандар болды ма? Семей полигонының жабылуына қарсы шыққандар. Ешкім билік басында отырғандар. Ешкім кедергі оған келтірген жоқ. Мен осы сол тарихи документті кезіндегі біз дайындаған мына жарлықтың жобаның түрі ғой. Мен соны осы редакцияға ала келгенмін. Міне, сол кезде біз 2 парақ мына қағазбен, мінекей, сол кездегі біздің дайындаған мінекей жарлығымыздың түрі. Бұл тарихи құжат. Енді осыны құжатты дайындалу үшін мына жерде 20-30 қол болу керек, келісім берген. Бұл қараңыз, мінекей, 4 адамның ғана қолы тұр, бұл да оның ішіндегі бөлім ғана. Басты қол менің қолым, міне. Осы жарлықты дайындаушы адамның. Міне менің дайындаушы, менің қызметкерім. Сосын 2 бөліммен ғана кездестік, мына келістік. Білдіңіз бе? Соны бере салдық. Бере салғандағы мәніміз, мынау енді ушығып кеткен жағдайда, митинг ушыққан жағдайда, мынандай қағазбен дайындап қойбай, ағайындар, біз сіздің халықтың, сіздердің ұсыныстарыңыздың барлығын қолдаймыз. Билік қолдайды. Міне тіпті осы қолымыздан келгені осы тіпті жарлықты да дайындап қойдық деп мына халыққа қару есебінде жасалған тіпті сөзбен емес, көрсетіп айту үшін деп былай дайындап қойған нәрсеміз ғой. Халық көрді ма бұл құжатты ол кезеңдерде? Көрген жоқ, иә? Біз дайындаған құжатымызды көрген жоқ. Өйткені біз мұны таңертең дайындадық. Митинг сағат 6-да болу керек тұғын. Сағат 6-да. Міне осындай болатын жағдайдың барлығын сценариясын еске алып деген сияқты дайындап жасадық та, сосын қарап отырмай енді мұның президентті біліп отырсын. Осындай дайындап отқан. Ертең ушыққан жағдайда президент алаңға шақырады ғой. Өзі сондай заман тұғын. Президент жоғарғы кеңесте болады, халықтың алдына шығып есеп беріп тұратын заман тұғын. Президенттің қолына бере салайықшы. Мынандай дайындап қойдық деп, егер президент барып атқандай деп, ал президент іздейік. Президент өз кабинетінде жоқ. Сөйтсек, ол кісі жоғарғы кеңестің сессиясына кетіп қапты. Сессиясына кеткенде сол жылдары мына союзный договор дейді ғой, сол көп әңгіме болып отқан. Одақ қалай болады, келешегі қалай болады деп, жоғарғы кеңесте 1 отырыс, 2 отырыс деген сияқты, күнде отырыс солай. Соны менің де оның жоғарғы кеңестің ішінде қызмет жасадым, болдым ғой, жүріс-тұрысының қай жерден кіреді, қай жерден шығатынын біледі. Соны алдымда президент отырған жерге
жаңа беріп жібердім. Ол сессияда отыр екен, бер жағындағы бөлмесіне көмекшілеріне бердім. Міне президентке бере салыңдар, кешке осындай болады, керек жоқ балар деп бере салдым ол кісіге. Сонымен біз жұмысымызды тындырдық та отырдық. Сосын сөйтіп отырсақ, кешкі жақын сағат 5-терде жаңағы аспаннан найзағай түскендей дүңк ете қалды. Вот президент полигонды жабу туралы жарлыққа қол қойды деп. Мәссаған, қалай? Бірақ ол кезде қол қоймаған. Жоқ, қол қойды ғой. Қол Сонда біз түске жақын беріп жібердік қой, түсте беріп жібердік. Енді ана кісі сессияда отырып мынаны қарайды ғой. Сессияда не отырады, президент қарайды да, мынандай жарлықтың несі дайын бопты деген сияқты. Соны енді ол кісі менімше тап жарлыққа қол қойған сәттің қасында мен тұрғаным жоқ. Менімше президенттің жүрген жерінің бәрінде, кабинетінде, үйінде, самолетінде, машинасында отырады деген жерінің барлығында екі байланыс құралы болады. Біріншісі ВЧ дейді, ол халықаралық байланысқа. Екіншісі Кремлевка дейді. Кіл министрлермен, нелермен ешқандай тосқауылсыз телефонды алады да тікелей сөйлеседі. Ол телефонды әрбір адам алады. Өйткені президенттен кеп тұрған звонок деген сияқты. А президент те ол телефонды алады, өйткені кім звондап тұрған білмесе де оны алады. Білдіңіз ба? Сондықтан ондай телефон орнататын адамдар талай тексеруден өтіп деген сияқты солай болады. Міне, менімше ол жоғарғы кеңесте сондай ВЧ телефоны болды ғой. А ол телефон тікелей Горбачевпен де байланысы бар телефон. Менің ойымша сол телефонды алды да президент, мынау халық өте шулап жатыр, ол шектен шығып кететін түрі бар, мынау енді деп енді өзі бір нәрселерді айтқан болар. Ал Горбачевтың ол кездегі жағдайын білесіңдер. Тамыздың жаңағы путчтан кейін қызметінен кетті, қызметіне келді деген сияқты. Аласапыраның уақытында айтқаннан кейін мына полигон жаппасақ болмайды деген ғой президент. Енді мүмкін енді ауызша ишарат берсе болады, жапсаң жап дегенге. Сонын Верховный жоғарғы кеңесте отырғанда осы жарлыққа президент қол қойып жіберді. Міне Көрсем бола ма? Құжатта. Тарихи шешім осындай жағдайда дайындалған болады. Құрметті көрермендер, менің қолымда тарихи құжат Семей полигонының жабылуына тікелей шығарылған жарлық. Енді бұл құжаттар мұражайда тұруы тиіс шығар аға, иә? Бұл құжаттар президент архивінде тұр. Сол архивтен мен алдым. Мұның енді мына құжатқа мына біздің шимайларымызды дүзеңкіреп мінекей. Екінші ғып тазалаңқырап тағы бір берген. Бұл жерде Назарбаевтың қолы, иә? Иә. Жерде. Ол кісінің қолы тұр ғой. Мына жерде мұның үшіншісінде сол кісінің қолыменен тұрғаны бар. Президент архивінде бәрі. Бұл сақталған. Жалпы халыққа, 2,5 миллион халыққа зардабы тиген осындай полигонның не қажеті болды деп ойлайсыз? Енді ядролық қару полигонның Қазақстанға еш қажеті болған жоқ. Бірақ енді Қазақстан КСРО-ның құрамында болғандықтан бұл КСРО мемлекеті Америкамен кезіндегі ядролық қарудың жарысы болды ғой. Қарудың кім күшті деген сияқты. Білдіңіз ба? Сол жарыста Америкада өзінің қаруын көбейтті, КСРО да көбейтті деген сияқты ядролық қаруларын. Енді қазіргі сол кездегі қазіргі жағдайда да сол сақталыңқырап тұр ғой. Әлемдегі ең ядролық күші басым мемлекет, нөмір бірінші мемлекет бұл Америка. Екінші нөмірлі мемлекет бұл қазіргі КСРО-ның Ресей. Ал енді онан кейінгі Англия бар, Франция бар деген сияқты осындай Қытай мемлекеттері, Үндия, сосын Пакистан сияқты мемлекеттер ядролық қарулар таратты. Осы қарудың жарысының кезінде Ресей, егер Семей полигоны жабылмай қалған жағдайда, бұл сынақтарын көбейтіп, қаруларын көбейтіп деген сияқты КСРО, кейін Ресей бірінші державаға айналар еді. Ал ядролық қару бар держава, оның айтқан сөзі басқаларға өтеді. Бәрі ығысады ондай жағдайда. Білдіңіз ба? Міне Қазақстанның Семей полигонының жабылуы осындай мына қару жарақтың бір-бірімен таласын
бір-бірімен жарысын тоқтатты деуге болады. Тоқтатты деуге болады. Ядролық қару көбейген сайын ол үшінші дүниежүзілік соғысының басталуына алғы шарт. Үшінші дүниежүзілік соғысы басталған жағдайда әлбетте ядролық қару қолданылады. Ядролық қару қолданылған жағдайда бүкіл жер шары құриды деген сөз. Міне, осындай жер шарындағы алапат нәрселердің алдын алған Қазақстанның қадамы. Қазақстандағы осы Семей полигонының жабылуы дейсіз ғой. деген тұжырымды айтуға болады. Демек, Ресей әлемдегі номер бірінші держава болса, ядролық держава болса, бүкіл әлемге қауіп төнереді деп айтып отырсыз. Бүгінгі күннің өзінде де Ресейдің жасап жатқан қауіпін бүкіл әлем сезініп отыр ғой. Оның ішіндегі Европа бірінші кезекте. Ал егер ол ядролық қарумен бірінші болып кеткенде, оның енді ол жағдайдан Құдай сақтасын деп бана айтуға болады. Тағда енді өткенге бір шолу жасасақ, сол кезеңдерде Семей полигонының жарылыстардан зардап шеккен халықты өз көзіңізбен көріп, сондай қиын жағдайға душар болған елмен сөйлесіп, тілдесіп көрген кезіңіз болды ма? Сол жайында көрерменге айтып берсеңіз. Енді полигон негізінен Семей облысында орналасқан мененде, ол ар жағында Павлодар, Қарағанды, басқа да сол жақын жатқан облыстардың барлығын қамтып жатқан. Ал енді Семей полигонының нағыз орналасқан жері ол Приозерск деген қала болды. Ол жабық қала. Оған тек рұқсатпен ғана кіретін болатын. Ол кезде мына енді экология саласын басқарғаннан кейін мен барып тұрдық. Біздің кіруге мүмкіндігіміз болды. Сондықтан олардың жұмысымен танысып деген сияқты болдық. Семей халқына мен жаңағы кезінде осы Семей полигонының жабылуына байланысты кейін екінші мәселе халықты қорғау үшін әлеуметтік заң шықты ғой, халықты қорғауға. Соның төңірегінде барып тұрдық. Оңғылдардың бәрін көрдік, халықпен кездестік деген сияқты. Енді қалай айтуға болады? Жабық қала, жабық регион. Сол жерлерде ауыл шаруашылығын, басқа экономиканы ешқандай өркендетуге рұқсат берілген жоқ. Сондықтан жердің бәрі ластанды. Қалай айтуға болады? Ешқандай экономика болған жоқ. Зардап шеккен халықтың жағдайын сөзбен жеткізу қиын болды бұл кезде. Көп нәрсе айтылмады. Сондықтан халықтың жағдайы ол жерде өте нашар болды. Енді баршамызға белгілі ғой, әрине ол жерде халықтың жағдайы мәз болмаған. Өзіңіз де айтып отырсыз, біраз нәрсе ашылып айтылмады деп. Жалпы Семей полигонына қатысты, оның жабылуына қатысты қандай халық білмейтін қандай құпия бар? Енді халық білмейтін құпияны мен Семей полигонының қалай жабылған тарихын айтып бердім ғой. Мұны халық білмейді, қалай жабылған. Енді амандық болса, мынау енді осы полигонның қалай жабылған туралы мәселені бір кітап қылып шығару ойымызда бар. Сосын мынау жасалынған нәрселерді мен мына Семей полигон туралы жаңағы Семейдің мұражайына беретін ойым бар. Енді осы халыққа таратып айтуымыз керек. Осы көп қалай жабылған туралы. Екіншіден, халықтың қазір білмейтін нәрселері жердің қандай деңгейде ластанғаны. Ол нәрсе көп біліңкіремейді. Екіншіден, халықтың білмейтіні осыңғы дейін білмейтін нәрсесі мына КСРО-ның, Мәскеудің озбырлығының деңгейі. Енді қанша халықты қырып жойып, қанша осындай ядролық нәрсені жасағаннан кейін кішкентай халыққа көмек жасау керек қой. Бірде-бір әлеуметтік қорғау туралы, яғни халыққа жаңағыдай бір көмек, компенсация дейді ғой, сондай берудің ешқайсысы болған емес. Білдіңіз ба? Міне, ашылмай тұрған халықтың білмейтін нәрсесі осы. Халық өз мәселесімен өзі ғана қалып қалды дейсіз ғой. Мәскеуді, ол біздің халыққа берілген, жасылған нәрсенің барлығында Қазақстан үкіметі ғана жасады. Қазақстанның бюджетінің есебінен ғана жасалды. Орталықтан еш нәрсе болған жоқ. Енді ол енді нені біледі, нені білмейді деген нәрсе енді ол жарайды, ол мағыналы емес қой. Мағыналы нәрсе осы Семей полигонын жабылғаннан кейін сол үлкен жерлерді халықтың игілігіне қалай пайдалану керек. Қалай ол жерде
экономиканы өрістету керек деген мәселе маңызды. Соған байланысты менің қазіргі жергілікті биліктен, үкіметтің осы мәселенің төңірегіндегі жасап жатқан қадамдары көңілімнен шықпайды. Кезінде мына полигонда жапқанда заң қабылданды ғой әлеуметтік қорғау туралы. Енді сол заң кейін мына бюджеттің тапшылығына байланысты көптеген позициялар жабылып қалды. Енді сол жердегі халыққа мүмкіндігінше көмек беру керек. Ал енді полигонның заңын шығару кезінде көп қиындық болды. Оның зиянын кімдер алды? Зиянын алған адамдар кімдер? Деген сияқты. Енді полигонның жарылысы болған кезде болған адамдардың бәрі Қазақстанға тарап кетті. Әр жерде тұрады. Оның қайсысына сен көмек беруің керек деген сияқты. Ал енді оған кейінгі келген адам полигонға ешқандай қатысы жоқ. Кейін көшіп келген адамдардың мысалы. Оған қалай сен көмек бересің деген сияқты. Осы әлеуметтік қорғауда Семей полигонының аймағында осында қиындықтар бар. Осының барлығынан дегенмен де үкімет былай қарап, тереңірек қарап деген сияқты халықты қолдау керек. Әсіресе ол жерлерде мына емханалар, халықты сауықтыру жерлері, санаторийлер дейміз ғой, осылардың барлығын көп салу керек. Өйткені мынау радиация жердің астында ол жағы 10 жыл, 15 жыл емес, ол 100-ге жыл жатады. Ол радиация кейін мысалы шаруашылықпен жасаған уақытта жер ашылып, жаңа түскен стронцийлері басқалар деген сияқты ашылып қалғанда, ол жерден халық радиациялауы мүмкін. Сондықтан халықты сауықтыру жұмыстары ол тоқтамау керек. Әр уақытта халықта диспансеризация жасап отыру керек, қарап отыру керек. Сондықтан ол жердің халқына үкіметтің көзқарасы оң және тағы әрдайым болу керек деп есептеймін. Жалпы бұл мәселеге қатысты тағы да айтарыңыз бар ма? Тарихты білу керек. Осындай нәрселер қайталанбас үшін соған байланысты біздің халқымыздың көзі ашық болу керек. Дер кезінде халық өзінің сөзін айтып отыру керек. Ал енді халық айтқанменен де оның барлығын жасайтынменен айтып отырмын ғой. Билік, үкімет, ондағы азаматтар былай мемлекетшіл болу керек. Осындай нәрселердің барлығын дер кезінде алдын алып отыру керек. Осындай нәрселердің болмауына қимыл жасау керек. Осылай мен айтайын дегенім. Құрметті көрермендер, жалпы Семей полигонының тарихына қатысты, оның жабылу мәселесіне қатысты өздеріңіздің білетіндеріңізді пікірге жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ біздің арнаға жазылып, лайк басып отырыңыздар.